Айнагүл, апам раватлы айтып да, қыздар, қарындаштарыңарды, ежелеріңерді аял затыны сыйлады депші. Септігінде алар қыз кіші мұсапыр болады екен да. Егер қыз кішіні қаншалық сыйласаң, Аллах деген саған шаншалық береді екен депші. Анықтан, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Саламатсыздар, құрметті уайымдар және мырзалар. Қымбатты қырғызстандықтар, көп ұлтты мекенім, көп ұлтты планетам. Денсаулығыңа жақсы бола баштадыңыздар бы? Аллах тілеген ар тарағыңыздарды, чар тарағыңыздарды қыбла қылып, тілеген мақсаттарға жеткізсін, денсаулық берсін, төшікте жатқандар, орып атқандар тұрып кетсін, кімде қандай илдет болса, Аллах тілеген шипасын берсін. Біз сіздерменеміз. Андықтан бір туғанға емне жетсін, тем более қарындаштарым, Мақсатқан Шерматова Қуршапта мұғалім болып істейді, профессиясы орыс тілші адабиятшы. Мақсатқан, мен саңа 5 қызыңменен игілік қалайым, денсаулық қалайым, бақтылы бол қарындашым. Бүгінгі 12 август туылған күніңнен құттықтаймын. Біздер шарт үшінде қалды, бір тұғанымды жоғатсақтағы, бірақ артқа чек жоқ, септігінде біз туыны бейік көтершіміз керек. Ошалардың қатарында 20 августта Москва шаарында емгектен жүрген бір туған қарындашым Айчүрек Шерматовандағы туған күнмен құттықтаймын. Айчүкі, Мақсатқан, бар болыңыздар, тез болыңыздар. Мен сіздерді, біз сіздерді жаш көреміз бе? Ооба. Аябай жаш көреміз. Ушыларды үрдесте, гүлдесте қатар хабарлап қойған қарындаштарым. Дайым өмірің ұзын болсын, ене болыш қиын, ене болға ошы бала шыққандардың улай қайғысын көрмей, қуаныштарын тойларын көрмей. Туылған күні көрмейін. Андемесе, кеттік.
Максатхан туулган күнү менен, Айчүрөк туулган күнү менен, жээндери менен бактылуу болгула, келечегиңер кең болсун. Алла тылыгым чаатыраңарды кыбыл кылган болсун. Аллах акбар. Бар болуңуздар.